Өлген қызды зорлаған. Қас сұлудың жазығы не? 3 бөлім. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. 1-2 бөлімі каналымда тұр. Құралайдың туыстары келіп, танып жерлеуге алып кетті. Келген туыстармен де сөйлестім. Олар да Құралай өжет, адал, шыншыл, еңбекқор, мейірімді адам екенін айтты. Айына 1 рет ақша салып, қамқор болып жүргендерін айтады. Балам, сендер ол жауызды табасыңдар. Мен ішім сезеді. Қызым бостан босқа құрбан болды. Ол ешкімнің ала жібін аттаған емес деп анасы егіліп жылап қолымнан ұстады. Біз іздестіріп жатырмыз, уайымдамаңыз, табамыз дедім. Бірақ өз сөзіме өзім сенбедім. Сонымен Құралайды туыстары алып кетті. Бұл қалай? Осылай шешілмеген күйде қала ма деп ішім күйеді. Титтей бірдеңе табылса ғой, шет жағасы шықса ғой. Құралайдың ісіне қайта үңіліп, әр парағын мұқият оқып отырмын. Лабораториядан алынған парақты тесіліп қайта оқыдым. Ауыз қуысынан, тіс арасынан алынған қан сараптамасы ДНК нәтижесі бойынша Құралайдікі емес деп жазылыпты. Ұшып тұрып зертханаға бардым. Зертханадағы маман ойланып отырып, аузында, тіс арасында қан болды. Анықтадық, мәйіттікі емес. Қыз адамның денесін тістеген тәрізді. Ол бет, қол, аяқ болуы мүмкін. Бетінде аздап соққының ізі бар. Сол мезетте ұрып жіберген, деді қабағын көтеріп. Сонда қыздың аузындағы қан мөлшеріне қарағанда жарақат терең салынды ғой, әлбетте. Жақсы. Ол дегеніміз қаскөйде жарақат бар. Әрине, әлі жазыла қоймады, деп саусағын шошайтты. Сол жара жазылып кетпей тұрғанда тапсақ қой. Егер пластик жасатып, әдемлетіп жасырмаса, жазылса да тыртық қалуы керек деді. Маман сәл көзін қысыңқырап. Ол пластик жасата қоймас дедім де, қош айтысып шығып кеттім. Қаскөйдің бір жері тістелген, қолы болмаса беті. Енді тағы Құралайдың таныстарын іздеуім керек. Жұмысына барайын, қыздармен өзім сөйлесейін деп шештім де Құралайдың жұмысына бардым. Жігіттер сұрақтарына жауап алса да, бірдеңені жіберіп алған болар деп те ойладым. Шағын көше қиылысында орналасқан шаштараз екен. 2 үлкен айна креслоларымен, бөлек стол креслосымен. Жас қыз тырнақ жасап отыр. Бұрышта раквина. Қасында үлкен шкаф. Бөлменің бұрышы пердемен бөлінген. Сәлеметсіз бе? Шаш кестіресіз бе деп перде артынан ұзын бойлы арық қыз шықты. Мен құжаттарымды көрсетіп, Құралайдың ісімен айналысып жүрген тергеуші екенімді айттым. Қайта сұрақ қою, жауап алу басталып кетті. 2 қыз кезек-кезек Құралайдың керемет қыз болғанын, қамқоршы, пысық екенін айтты. Бөтен досы жоқ, жігіті де болмағанын айтады. Я, жаңа ештеңе қосылмады, дедім де ішімнен. Айтыңызшы, жұмыстарыңызда ренжитін келушілер болады ма? Болады ғой. 100-ден 1 болса да, бір адам ренжіген жоқ. Болмады десеңіз, мен сенбеймін дедім. Мүмкін келушілердің бірі болар деген күдікпен. Өзін Алуа деп таныстырған шаштараз қыз аз ойланып отырып. Әрине, кикілжіңдер болады, бірақ біз ұрысып, бет жыртыспаймыз. Азар болса ақшасын төлемей шығып кетеді, деді Алуа иығын көтеріп. Клиент всегда прав деген ғой, дедім. Солай, деп Алуа ойланып отырды да, Құралай өзі келушілердің тез тілін табады. Бұнда мен кейде ұрсып қалам, деді тілін шығарып. Өткенде, осыдан 1 ай бұрын Құралайда бір келушімен жаман ұрысқан, деді тырнақ жасап отырған қыз. Өзін Сәбира деп таныстырған еді. Қашан, деді Алуа. Сол жағдайды нақтырақ айтсаңыз, дедім бетіне қарап. Алуа,
Сен ол күні болмадың, деді Сәбира Алуаға қарап. Айтыңыз, асықпай, ештеңені қалт жібермей айтсаңыз жақсы болар еді, дедім, бар ынтамды қойып. Үш жігіт кірген, бір-бірімен қатты қалжыңдасып, жөнсіз кекетіп отырды. Екеуі шаштарын алғызды. Шаш алып болғанша Құралайға біресе былай ал, біресе сыпырып таста деп мазасын алды. Үшінші жігіт отырғанда Құралай шашын ұстап көріп, басын жууын өтінді. Жігіт, ала берші, сосын жуам, деді. Құралай, кешіріңіз, басыңыз қатты кір екен, машинкамды кір шаш бүлдіреді, деп еді. Қасындағы екі досы күлкілерін тимай мазақтай бастады. Құрмаш, шаш алғызам деп машинка төлеп жүрме. Мә, шашың сонда қаншалықты кір, деп қарқ-қарқ күлді. Құралай шашты алмай клиенттің басын жууын тосып тұрған. Ана Құрмаш деген, не тұрсың? Ал шашты, деп бақырып жіберді. Не бақырасыз, басыңызды жумайынша мен алмаймын. Шынымен басыңыз құм-құм, топырақ, сіресіп тұр, деді Құралай. Анау екі досы тіпті күлкіден іштерін ұстап құлауға аз қалды. Құралай оларға қарап, неменеге күлесіңдер? Бұл жерде не күлкілі, деді. Екеуі бәрі бір күлкілерін тие алмаған бойы сыртқа шығып кетті. Шаш алдырғалы отырған жігіт, сен аласың ба жоқ па, деді. Түрі сұрланып, көзі қанталап. Басыңызды жумасаңыз алмаймын, деді Құралайды тіктене тесіле қарап. Жігіт орнынан ұшып тұрып, сен мені аналардың алдында күлкі қылдың, деді де тістене Құралайға жақындап, күлкіге қалдыратындай, мен ештеңе артық айтпадым. Басыңыз кір екен. Рас, деп еді. Ей, кір емес, мен күнде жуам, деді тіпті тесіліп. Құралай да ашулы зор дауыспен, арасы толған құм, лай, маған не істе дейсің? Не 2 минуттық бас жуғанға ерініп тұрсың ба, деді. Мен құрылыста жұмыс жасаймын, ойнап жүргенім жоқ, деп Құралайдың иығынан ұстай бергенде Құралай сілкініп қалды. Мен де орнымнан ұшып тұрдым. Менің алдымда тырнағын жасатып отырған үлкен кісі, әй, сен не ұрмақшысың ба? Мынаны қара, қазір мен милиция шақыртам, деді. Құралай оның жеңінен тартып есік жаққа итеріп жіберді де, бар құры, әкірең дейді ғой маған. Еңкілдемей жоғал, деді. Жігіт сұп-сұр болып, қанын ішіне тартып, жаман көзімен Құралайға тесіле қарап, сәл тұрды. Мен милиция шақырдым, деп телефон тұтқасын апай көтере бергенде жігіт шығып кетті. Болды. Құралай біраз ашуланып, әрең өз-өзіне келді. Не деген достар? Жөні жоқ жырқылдап, мына жігіттің намысына тиді, деп те айтты. Жалғыз Құрмашқа емес, қасындағы екі жігітке де ашуы келгенін жасыра алмай. Содан кейін ол жігіт Құрмаш деген келмеді. Құрмаш деген есімі есімде қалып кетіпті. Сирек есім ғой. Көксеректегі Құрмаш есімі түсіп ұмытпағам. Басқа ондай жағдай болмады, деді Сәбира сөзін аяқтап. Сәбира, рахмет сізге, рахмет, деп аз ойланып, сіз фотороботын салуға менімен барасыз ба, дедім. Мен суретшімін, қазір салып берем, деп парақ алып, сәл ойланып отырып сыза бастады. Қуанышымда шек жоқ. Бұл сол болу керек деп ойлаймын. Сәбира әдемілеп сол жігіттің, Құрмаштың фотороботын емес, картинасын салып берді. Алғысымды жаудырып шықтым. Керемет, қатты қуандым. Енді тез роботыға тарттым. Ойым жақын маңдағы құрылыс болып жатқан жерлерді тексеру. Ең бастысы тістелген ізі бар адамды табу, деп жеттім. Жігіттерді жинап, суретті көрсетіп, сол аудандағы құрылыс болып жатқан жерді қалт жібермей тексерулерін өтіндім. Суретті көбейтіп, бәрі үлестіріп алып шығып кетті. Тәулік өтті, таппадық. Апта өтті, жоқ, ай өтті, жоқ. Тіміскілеп, тексермеген жеріміз жоқ. Суретін іздеу саламыз деп, барша жерлерге іліп, теледидардан көрсетіп жатырмыз. 6 айдан асты.
бастығым шақырды. Ерлан, не болды? Құралайдың өлімі ашыла ма жоқ па деді. Іздеп жатырмыз Басеке. Алматы үлкен қала, құрылысы көп. Сол жігітті тапсақ шешіледі дедім. Неге сол құрылысшыға жабысып қалдың? Басеке, ішкі түйсік. Сен ондайыңды қой. Бұл істі қоя тұр. Басқада толып жатқан шаруаларыңды тындыр, деді қатал дауыспен. Қоп болады. Бірақ Басеке, істі жаппай тұра тұрайықшы дедім. Өзің айттың ғой, Алматы үлкен қала, ол қызды кім өлтірді? Бір Құдайым өзі біледі. Сен басқа жұмыстарыңды қараусыз қалдырма деп, қолымен кете беруімді меңзеді. Бастықтың бөлмесінен салым суға кетіп, дәлізбен келе жатып, кезекшінің телефон тұтқасына сіз кімді көрдім дейсіз? Қандай қағаз? Қай жердегі? Я. Теледидардағы іздеу саламыз. Я, қай аудан екен? Жақсы, я, түсінікті. Қазір барады деп, мені қолын бұлғап шақырды. Ереке, анау сіз берген қашқынды көрген адам бар екен деді. Мә, қуанып кеттіп. Кішкентай бөлмесіне кіріп алып, кім, қай жерден көріпті дедім. Ой, Алматының арғы жақ ауданынан бір кемпір хабарласыпты. Әкел, кім болса да деп, некен жайды жұлып алып жүгірдім. Талмасқа хабарласып, оны жолдан алып кеттім. Расымен Алматының арғы басына бардық. Үлкен 6 қабатты үйдің бірінші қабатына кірдік. Жасы шамамен 75-76-ға таяп қалған кәрі әже екен. Пәтерінің есігін ашып, бізді қуанышпен қарсы алды. Біз жетектегендей ас бөлмесіне ертіп апарып, қоңырау шалған мен, қазір өздерің көресіңдер, оның дүкенге баратын уақыты болып қалды, деп терезені нұсқады. Талмас екеуміз терезеден далаға тесіліп тұрмыз. Ол анау подъезден шығады. 2-ші қабатта біреудің үйін жөндеп жүр. Өткенде терезесін жөндегенде байқағам. Құрылысшы. Олай дегенім өмірі шаң-шаң жүреді, деп апай сыбырлап ақырын айтып тұр. Мен оның суретін теледидардан күнде көрем. Бірнеше рет әдейі алдынан да шығып бетіне қарадым. Бірақ та деп тоқтап қалды. Біз әжеге қарап, неге бірақ? Деп қосарлан айттық. Оның сол бетінде, міне, мына жерінде домалақ терең тыртық бар дегенде, іші бауырым езіліп кеткендей болды. Анашым, ол дәл өзі. Айналайын анашым, не деген мұқият жан едіңіз, дедім құшақтап. Әне деді. Ол жайбарақат ештеңеменен шатағы жоқ кетіп барады. Ана жақта жетім қалған қыз, еңіреп қалған ана. Бұл жауыздың ойына кіріп шықпайды. Адам өлтірдім деген қорқынышта, сескену де жоқ. Тығылып үрейленбейді, емін еркін жүр. Талмас, қазір ұстап әкетуіміз керек. Қаруың бар ма дедім жарлардай. Бар, сенімде жанымда, деді Талмаста қуанышты дауыспен, көзі жайнап. Жүр деп есікке беттеп, әжейдің қолын 2 қолымен қыса ұстап, алғысымды білдіре тұрып, сіз қанішерді ұстауға көмек еттіңіз, дедім. Әжей қабағын шытып, ұстаңдар, қамаңдар, деді. Қылмыскер кірген дүкеннің алдын торып, екеуміз 2 жақта тұрмыз. Ол баяу басып, қолында пакеті бар дүкеннен шығып келеді. Артынан мен шығып, сәлеметсіз бе деп тоқтаттым. Ол бетіме тура қарап кідірді. Талмас артынан келіп, қолынан қайырып кісен салды. Сіз Сәрсенқұлова Құралайдың өліміне кінәлі ретінде қамауға алындыңыз, дедім дауыстап. Ол көзін алартып, бір қарады да басын салбыратты. Жалғасы бар.